Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 27-ші сабағымызды бастаймыз. Өзіңді тексер. Сандарға амалдар қолдану, есептер. Бірінші есеп. Теңдік тура болатындай етіп, жақшалар қой. Мысалы, бізде жауабы 26 шығу керек. Ол үшін 8-ден 7-ні азайтамыз. Ол бізде 1-ге тең болады. 1-ге 25 қосқанда 26 шығады. Келесі бізде 31 шығу керек. Ол үшін 2-ге 7 қосамыз, 9 болады. 40-тан 9 азайтқан кезде 31 шығады. Одан кейін 12-ге 26 қосамыз, 38 болады. 70-тен 38 азайтқан кезде 38 шығады. Келесі бізде 26 шығу керек. 37-ден 24 азайтамыз. Ол бізде 13 болады. 13-ке 13 қосқанда 26 шығады. Құрметті ата-аналар және оқушылар, біздер 2-ші сынып математикасының 1-ден 20-ға дейінгі сабақтарын YouTube-қа толық жарияладық. Енді 21-ші сабақтан 136-ші сабаққа дейін, яғни 31-ші мамырға дейінгі сабақтардың толық нұсқасы тек қана Instagram жабық парақшасында жарияланады. Жабық парақшаға кіру құны 6000 теңге. Бір рет төлем жасайсыз да, алдағы болатын сабақтардың барлығын жабық парақшада көре аласыз. Тіркелу үшін 8 747 758 8696 менеджер нөміріне хабарласыңыз. Немесе сол нөмірге WhatsApp-қа жазыңыз. Менеджерге жазсаңыз, сізді тіркеп береді. Сіздерге сәттілік тілейміз. Келесі сабақта кездескенше.